Сәлем, менің атым Атайбаев Жанболат. Мен Үшқоңыр су шаруашылық колледжінің ақпараттық жүйелер мамандығының 2-ші курс студентімін. Үшқоңыр су шаруашылық колледжі 1944 жылы Алматыдан 2 жылдық бакалавриат мектебінің Шамалған ауылына көшіру нәтижесінде құрылған. 75 жыл бойы колледж Қазақстан Республикасының және жақын шетелдегі су шаруашылық салаларының әртүрлі секторларында 16 мыңнан астам мамандарды дайындады. Шамалған ауылында орналасқан біздің колледж Қазақстан Республикасының аймағында техник, гидротехник мамандарын дайындайтын жалғыз оқу орны. Колледжде оқыту орта білім негізінде және орта жалпы білім беру негізінде қазақ тілінде, орыс тілінде жүргізіледі. Колледжде күндізгі және сырттай оқу түрлерінде мамандарды дайындайды. Маған бұл колледжде оқыған өте қатты ұнайды. Өйткені бұл колледжде спорттық, шығармашылық шаралар өтіп тұрады. Және бұл колледжде өте қызықты. Ары қарай өздерің көресіңдер. 2018-2019 оқу жылынан бастап Үшқоңыр су шаруашылық колледжі 2017-2021 жылдарға арналған су техникалық құрылыс мамандығы бойынша өнімді жұмыспен қамту және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының мамандарын даярлайды. Онда әртүрлі санаттағы азаматтарды, оның ішінде мектеп бітірушілерін, жұмыстарды және өзі жұмыспен қамтыған және тартылған жұмысшылары бар. Дизайнер, техникалық тұрғыда суретші немесе эстетикалық мағынада бағдарламашы. Техник ретінде ол сайтты жобалауға көптеген талаптар қояды. Жасаушы ретінде күрделі мәселелерге стандартты емес шешімдерді іздейді. Жалпы алғанда бұл қабілетті шығармашылық, мұқият және тапқыр адам. Веб-дизайнер артықшылықтары кәсіпқойлар арасында бәсекелестік төмен, табыс деңгейі жоғары, шетелдік клиенттермен жұмыс істеу мүмкіндігі бар, қызықты шығармашылық жұмыс. Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы адамдардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін шараларын бақылайтын және ұйымдастыратын маман. Бүгінгі күні табиғат жағдайын жақсарту және қорғау проблемасы өзекті болып табылады. Зауыттардың жұмысы, тау-кен жұмыстары, пайдалы қазбаларды игеру, адамдардың іс-әрекеттері, бұның барлығы қоршаған ортаға кері әсерін тигізуде. Болашақта эколог мамандарына сұраныс артып, эколог мамандығы әлемдегі ең қажетті мамандыққа айналады. Колледжде жерге орналастыру мамандығы бойынша теориялық білім мен практикалық тәжірибе береді. Теориялық сабақтарда оқытушылар түрлі приборлардың құрамын, олармен жұмыс істеу әдістерін және жерге орналастыру кезінде жобалық жұмыстарды орындауды үйретеді. Практикалық сабақтар мен оқу практикаларында білім алушылар жоспарлы және жоғары биіктегі геодезиялық түсірілімдер үшін геодезиялық негіз құру бойынша дала жұмыстарын орындайды. Дала материалдарында камераларды өңдеу жүргізіледі. Азимут, румба, нүктелер координаттарын есептеп шығарады. Жоспарлар құрады. Олардың үстіне ситуация, горизонталдар енгізеді. Учаскелердің аудандарын анықтайды және тағы басқалары. Біздің оқу орнымыз жылына 100-ден астам студенттерді қабылдап, жатақханамен қамтамасыз етеді. 10 гектар аумақты жайлаған бұл колледжде 13 білім беру кабинеттері, 15 кәсіптік және арнайы пәндер кабинеттері, 5 зертханалар, 4 компьютерлік кабинеттер, 1 шеберхана, 1 лингофон кабинеті, 38 оқу кабинеті, асхана, акт залы, спорт залы, кітапхана, музей, жаттығу залы, стадион, 1 дендропарк, жобалық қуаттылығы 980 орындық жатақхана. Сонымен қатар студенттерге арналған тегін Wi-Fi қызметтерімен ерекшеленеді. 2018-2019 оқу жылында колледж Алматы облысының Қарасай және Жамбыл аудандарының ұйымдары мен мекемелерімен ынтымақтастық және әлеуметтік серіктестік туралы 7 келісімшарт жасасты. Ал бұл менің қызым. Ол да Үшқоңыр су шаруашылық колледжінде оқиды. Егер де Үшқоңыр су шаруашылық колледжі туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіңіз.